Мынау бүгінгі болып жатқан дауылда осы мына тоқтың сымдары бір-біріне тиіп, қаншама искра ойнап жатыр. Оның барлығы мына жерде тұрған тұрғындардың холодильнигіне, телевизорына, тағы да басқа техникалық құралдардың барлығына зияны тиіп жатыр. Оның ар жағы біз жаңағы өрт болып кете ма деген аса қаупіміз бар. Сондықтан бүгін біз осы көше тұрғындары болып, осы мәселелерді қозғап тұрмыз. Бізге енді ең басты керек нәрсе мына асфальтты жалғастырып, анау жезқазған трассасына дейін созса. Екінші мәселе мына жерде тұрған светтің мына бөренелерін, светтерді жөндесе. Одан кейінгі мәселе мына жердегі жаңағы машина өтетін көпір. Мысалы біздер скорый шақырған кезде скорыйдың өзі мына көпірді қиынсынып біз жаққа скорыйлар әрең келеді. Ешқандай біз үкіметтен ешқандай көмек көріп отқан жоқпыз. Осы жердегі тұрғындар барлығын өзінің қаражатына істетіп жатыр. Сондықтан біздің айқайымызды тыңдайтын кісілер болса, осы мәселелердің бізге шешімін тауып беріңіздер. Ал мынау Күбей мөлтек ауылы, мынау Ұзынан Жасалаш көшесі, ал мынау Шалғынды көшесі. Осы жерге көше түсіп, мәз болып жатыр едік. Мына жерден келді де тоқтап қалды. Асфальт келді де қуанып қалып еді, қуанымыз су сепкендей болды. Мына енді светті айтпай қояйық, светке қолымыз жетеді мына проводқа. Салған мына линияның түрі осы бізге келіп тұрған. Екі сыммен ғана тұр. Холодильник көтермейді, кондер көтермейді. Каждый КамАЗ өткен сайын мына жерден үзіп кетеді. Оны жалғатайық десек, бізде крекке тіркелмеген, бұл документте жоқ, өздерің жалғайсыңдар дейді. Не масқара бұл? Мынау халықтың жаны айқайы, мынау халық әбден шаршаған. 2005-тен бері осы көріп келатқан күндері. Кректерге айтсақ айтады, бізге бұл тіркелмеген, өздерің қолдан жалғабағансыңдар дейді. Халық деген соны бір тиын неғмай ай сайын төлеп отыр светтің ақшасын. Ал свет төлемесе қиып кетеді. Заңына келгенде сендер өздерің жалғабағансыңдар, біз істеуге міндетті емеспіз дейді. Енді кімге барамыз біз енді? Мынау Жасалаш көшесі. Ана жерде Қорқыт ата 15 көшесі, ояққа вообще линия салынбаған. Мен осы Қорқыт ата 15-те 8-дің тұрғынымын. Мен 2005-те осы жерге тамсалдым. Содан бері сол кезде мына линияны өзіміз осы жердегі тұрғындар бәріміз қолданыс жасаған болатындығымыз. Содан бері осы светпен әлі алысып келеміз. Үзілет, не қылады, постоянно өзіміз жалғап сөйтіп келе жатырмыз. Ақша жинап. Өз қаражатымыздан сөйтіп ақша жинап келе жатырмыз. Жаңбыр жауса свет өшіп қалады. Бүгін енді свет жоқ, зорға қосты. Не крекке де бардық, акиматқа да барып арыз бердік. Ешкім қозғалмады. Одан кейін жоғары жаққа тағы да қағаз жібердік. Одан ответ жоқ. Бізде барлық документі тұр. Нәтиже жоқ. Нәтиже жоқ. Кімге баратынымызды білмейміз. Нәлібаев мырза біледі оның бәрін. Осыны енді дұрыстап бізге осы халыққа жағдайды келтіріп сөйтіп берсе жақсы болар еді. Мына біздің Күбейдің машина жүретін көшесі. Нағара пәлен жыл болды. 2006-дан бастап уже бұл жақта тұрамыз. Нағара көпірдің арматурлары уже қолдан істеген. Өте алмайды зорға. Кеше ана жерде үлкен кісілер келіп мына жерге стяжка құйды. Міне. Мына қақайырып тұр, мына уже қақайырып тұр. Қалғанға тесіліп қалған. Қанша ремонт болады, машина да жүре алмайды. Қанша балдар құлап жатыр, қаншама не қылып жатыр, білмейміз. Жылда айтамыз, алдайды, келесі жылы, 5 жыл болды қазір. Акиматтың несін тоздырдық, алаңсыз. Акиматқа барамыз, қабылдамайды. Кімге айтамыз енді білмейміз. Мынау неміз ғой енді, көпіріміз. Жан айқайымызды кім шешіп береді? Сол. Көшенің бәрі батпақ. Мынау гравийкін төсек біткен жермен бірдей. Мынау біздің адам балашаға өтетін көпіріміз.
Бұл жақта 7-ші маршрутқа, 10-ші маршрутқа мінет мынаяқтың тұрғындары. Мына көпіріміз. Осына менің атам Махмуд деген кісі салып еді. Бәрі Махмуд көпірі дейді бұны. Нағарасаңызшы. Бұлында ағашы да бытшыт болды. Нағараңыз. Мына құлайын деп тұр, уже кіріп кеткен ішке. Нағара. Балдары өтуге қорқады. Су толып, мына көпір көтеріледі. Иә. Жаңбыр жауса мынаяқ деген ми балшық болады, ми балшық. Жүрамаймыз. 7 менен 10-ші маршрутқа бару үшін қиын бізден яқта. Былтыр деген үйге су кіргіземіз деп, нағара төмпешік деп қазып, мына жерге істеп кетіп еді. Уже 2 жыл болып тұрғанына аяқтаған жоқ әлі. Білмеймін мынау. Бәрін басын бастайды, бірақ аяқтамайды, жеп қояды. Ана асфальтты да сөйтті.